Айдана бүгін өмірінің күл талған болған сәтін көрді. 5 жыл бойы күйеуінің әр сөзін тыңдап, диета ұстап, спорт залдан шықпай жүрді. Әдемі болсын, арық болсын деп өзін қинап келген екен. Бірақ бір сәтте бәрі бітті. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып лайк басыңыздар. Телефоныңды берші, деді Айдана құрылғысы Қарлығашқа. Суретті көрген бойда қолы дір ете қалды. Бұл кім? Мына толық әйел менің күйеуім мен? Қарлығаш, бұл не деген сұмдық? Айдананың дауысы дірілдеп шықты. Қарлығаш көзін тайдырып, Айдана кешір, бірақ мен оларды бүгін бірге көрдім. Осы бір сөйлем Айдананың 5 жылдық өмірін жоққа шығарды. Көп әйел бұндайда айқайлап, жылап, күйеуін іздеп барар еді. Ал Айдана болса, күтпеген нәрсе жасады. Терең тыныстап, Қарлығаш, меню қайда, деді. Құрбысы аң-таң болды. Айдана кафеде ешқашан тамақ жемейтін. Жылдар бойы салмақ өлшеп, әр грамды санап жүрген адам еді. Ал қазір мүлдем басқа әйел тұрғандай. Даяшы келгенде Айдана мүлде тосын сыйға тапсырыс берді. Салат, медальон, картоптың қытырлағы, бургер соусы, тағы лимонад литр, оның үстіне мұзбен. Қарлығаш ауызы ашылып қалды. Айдана, сен не істеп отырсың? Айдана жай ғана күлімсіреді. Мен еркіндігімді атап отырмын. Айдана алдына келген тағамдарды тоқтамай жеді. Бірнеше жыл бойы болмайды, жеме, калория деген сөздерге тұсауланған әйел бүгін бірінші рет еркін дем алғандай болды. Қарлығаш үнсіз отырып қарап отыр. Мынау таза жүйелік сырыв, деп ойлады ол. Айдана тағы тапсырыс берді. Фисташкалы балмұздақ, картоп, халва қосылған кафелік коктейль. Дәл кеше ғана ол бір қасық артық тамақтан қорқатын. Ал бүгін Айдана, тоқтасаңыз енді, деді Қарлығаш ақырын. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес дейсің бе? Айдана күліп жіберді. Дұрыс емес өмір сүрген мен. Ал қазір мен еркін әйелмін, деді. Құрбысының үнін өшіріп жібергендей, даяшы тағы бір табақта келді. Айдана оны бірден алды. Бір сәтке бүкіл әлем осы үстелге сыйып кеткендей. Таксиде Айдананың іші шаншып, жүрегі айныды. Бірақ ол телефоннан көз алмады. Қаладағы барлық мейрамхананың менюін ашып, бәрін қарап шықты. Үйге барған соң 3 түрлі пицца деп міңгірледі, өзі ғана естілетін дауыспен. Таңдау жасалып қойған еді. Үйге келгенде күйеуі Мейрам табалдырықтан кіріп келді. Ал алдында тұрған көрініске ол сенбей қалды. Айдана диванда шалқайып, аяқтарын үстелге қойып, пицца жеп отыр. Жанында лимонадтың үлкен бөтелкесі қойылған. Телевизор соңғы дыбысқа дейін ашық. Бұл не масқара? Деді Мейрам ашуланып. Айдана, сен мені естіп тұрсың ба? Естіп тұрмын, деді ол салмақсыз күйде. Ас ішесің бе? Бүгін тамақ істеген жоқпын. Не тапсаң соны же, деді. Мейрам ашуға булығып келді де теледидардың пультін жұлып алып дыбысын өшірді. Саған не болды? Неге жаттығуда емессің? Не мынау, не жеп отырсың? Сен диетада едің ғой. Айдана баяу орнынан көтеріліп, теледидарды қайта қосты. Пицца қорабын бір қолмен тастаған жоқ. Мейрам электр сымын жұлып алып, теледидарды қайта ажыратып тастады. Тоқтат. Болды, жей берме. Қайтадан толып кетесің. Бастапқыда қандай едің? Айдана оны тыныш көзбен қарап тұрып. Саған сондайлар ұнайды ғой, деді аузына пиццаны тығып жатып. Мейрам шошып кетті. Не деп тұрсың? Әрине ұнамайды. Бұл өте жиіркенішті. Сен мен үшін арықтадың. Сен сымбатты болдың. Айдана бір қадам алдыға шығып, қораптағы соңғы пиццаның тілімін алып жеді. Сосын бос қорапты күйеуінің аяғына қарай лақтырды. Саған мынандайлар ұнайды ма? Формасы бар, толықтау әйелдер ме? Мейрамның жүзі әп-сәтте ағарып кетті. Айдана, сен не деп тұрсың? Айдананың көзінде жалын пайда болды. Қарлығаш бүгін келіп бәрін көрсетті. Сені де, сол әйелді де. Мейрам
тұтығып сөйлей алмай қалды. Бұл басқаша. Мен ондайларды сүймеймін. Ондайлар махаббатқа лайық емес, олар тек... Болды, жетер. Айдыны оның сөзін кесті. Толық әйелдерге деген сенің жиіркенішің, сенің кешірімсіз комплекстерің мені 5 жыл бойы аш қалдырды. Айдына сөзінің соңын айқайға жақын қарқынмен емес, керісінше тып-тыныш, салқын үнмен айтты. Сол тыныштық Мейрамның сүйегіне дейін өтті. Ол бұрынғыдай үстем сөйлеп, дау шығарып, айқайламақ болды, бірақ айтарға сөз таппады. Айдана диванға жайып отырып, қолындағы лимонадты үстелге қойды да, саған бір нәрсе айтайын ба деді. Айдана, мен түсіндіре алам, деді Мейрам, даусы дірілдеп. Айдана жеңіл жымиып, оның сөзіне мән де бермеді. Мен 5 жыл бойы сенің көлеңкеңде өмір сүріппін. Сен жейтін нәрсені өлшеп берулерің, мынау жараспайды, бұлай киінбе, бұның бәрін сүйіспеншілік деп ойлаппын. Ал бүгін түсіндім. Бұл махаббат емес, бұл бақылау екен. Мейрам басын шайқады. Мен тек қамқор болдым. Сен әдемі болып жүрсің дедім. Әйел адам өз-өзін ұстау керек. Сол кезде Айдана, өз-өзін дейсің бе? Мен өз-өзімді ұстамадым. Сенің қалауыңды, сенің комплексіңді, сенің қорқынышыңды ұстадым. Әрі қарай сөздің төркінін түсінгендей, Мейрам үйден шығып кетті. Ал Айдана болса, душқа түсіп жатып, ыстық судың астында бір нәрсені түсінгендей болды. Мен бүгінгі күйім үшін ұялмауым керек. Менің денем менікі, менің өмірім де менікі.